Алматыдағы танымал Шүкір шайханасы енді Астанада. Ашылғанына бір айда болған жоқ, соның өзінде келушілер саны өте көп. Және Тугиста ең жоғарғы көрсеткішті халықтың ризашылығы мен алғысы жазылған пікірлерге толы. Шынымен, тамақтары өте дәмді. Бұл жерден қазақ пен шығыс тағамдарының дәмін тата аласыздар. Түскі ас уақытында палаудың қазаны ашылады. Мынау Шүкір палауы, қараңыздар, порциясы үлкен, еті көп және күріші шашылып езілмей піскен. Анар қосылған, қазы мен бөдене жұмыртқасы да бар. Қуырылған лағман, ерекше қазақша құрт қосылған құрттаба сорпасы, қаттама, мәзірде 7 түрлі кауаптар бар. Бағасы өте қолжетімді, 1690 теңгеден басталады. Дәмді, жақсы піскен, еті жұмсақ, шырынды. Өзіме тары шайы ұнады, жақсы демделген, хош иісі бар. Шаймен бірге ұлттық тәттілерді де алдырттық. Қызмет көрсету сапасы ең жоғарғы деңгейде және сізге тегін қызмет көрсетеді. Яғни қызмет көрсеткені үшін қосымша 10% алмайды. Іші таза, жарық, жайлы, қазақша баяу әндер қосулы тұрады. Егер балаңызбен баратын болсаңыз, балаларға арналған бөлек ойнайтын бөлмесі бар. Отбасыңызбен келіп, дәмді тамақтармен тамақтанатын керемет жер. Төлеген ақшаңызға еш өкінбейсіз. Бұл республика 4 мекенжайында орналасқан Шүкір мейрамханасы. Дәл осы видеоны бірге барғыңыз келетін досыңызбен бөлісіп, видеоны жоғалтып алмас үшін міндетті түрде сақтап алыңыз. Мәс саған, мына жердің балықтарының дәмділігі сонша, кешкі уақытта бұл жерден бос орын табу қиын. Қабырғадағы суреттегі балықтардың барлық түрі мәзірде бар. Келушілердің көбі қолжетімді бағада ыстық, дәмді балық жеу үшін келеді. Балықтары шынымен дәмді. Балық пісіретін аспазды арнайы Алматыдан алдырған, өте дәмді пісіреді және тұрақты клиенттері өте көп. Сығанақ 11 адресінде орналасқан балық, қуырылған балық деп жазылып тұрады. Мына жақтағы балық емес, мына жердегі балыққа келесіздер. Сұлулық салонының қасында. Шатасып кетпеу үшін ішіне кіргенде осындай қабырғадағы суретке мән беріңіз. Мына тұрған сет 5-6 адамға арналған. Ішінде сёмга, сазан, судак, креветки, көкөністер, фри, картошка, пияз, лимон және 2 соусы болады. Бағасы 15500 теңге. Осы жерге келіп жесеңіз де болады, немесе үйге жеткізу қызметі арқылы алдырсаңыздар да болады. Қонақ шақырған кезде дастарханыңыздың сәнін ашып жібереді. Енді оны қыздар жағы жақсы біледі. Бастысы, кафеге келетін кезде шатасып кетпеңіздер, парақшасын сақтап алыңыз және кірген кезде қабырғадағы суретке мән беруді ұмытпаңыз. Астанадағы ең үздік халал мейрамхана, алғыс хатымен марапатталған мейрамхананы білесіз бе? Ендеше бүгін дәл сол мейрамхананың заманауи авторлық тамақтарына обзор жасайтын боламыз. Бұл бізде қымыз қабырға, түрінің өзі қандай әдемі, ысталған қой қабырғасы, қымыз мусы және құртта бұқтырылған жүгері. Дәмі керемет. Әсіресе мына қымыз мусын қосып жесеңіздер, дәмі мүлдем басқаша болып келеді. Ысталған еттің дәмі шығады және еті өте жұмсақ. Дәмдердің де дәмін міндетті түрде бірге татып көріңіз. Вау, жілік майына қараңыздар, ұсынуы қандай ерекше. Зердек тұздығы және ыстық сүтті нан. Бұл бізде қазақтың ұлттық тағамы, адам денсаулығына өте пайдалы. Мына жілік майына зердек тұздығы өте керемет дәм беріп тұр. Сондықтан осылай үстіне қосасыздар, керемет қылып жеп аласыздар, ыстықтай. Бұл бізде қазақша цезарь салаты, өздеріңіз көріп тұрғандай қазымен және құрт соусымен бірге жасалынады. Ыстық тамақпен авторлық қымыздың дәмін көріңіз, ал шаймен ерекше сүзбелі құймақтың дәмін татып көріңіз. Осындай керемет заманауи ерекше тағамдардың дәмін татқыңыз келеді ме? Ендеше Керей Жәнібек хандар 22 мекенжайында орналасқан қазақша Жент мейрамханасына келіңіз. Мейрамхана 2 қабаттан тұрады. Бірінші қабатында осындай шағын тапчанымыз бар, ал екінші қабатында осындай отыратын жерлер және 25 адамға арналған VIP бөлмесі бар. Отбасылық мерейтойларыңызды осында келіп жасасаңыздар болады.